Сәлем қыздар, мен бүгін сендерге үйрететін аяқ киім түрі велюр табанға велюр жіппен тоқылған қысқа арналған үйге киюге арналған аяқ киім. Бізге ол үшін мынандай велюр табан қажет. Менде 38-39 размер, бұл 36-37-ге келеді, яғни маломерка жүреді. Және де осындай бізде китайский велюр деп аталады. Бұның сыртында ешқандай қағазы, ештеңке болмайды. Осы китайский велюрмен тоқимыз. Бұл ешқандай сетінеп кетпейді. Бірінші тоқып үйренгенге өте жақсы және жылы, качествосы мықты. Одан кейін бізге екінші размерлі крючок және қайшы 2 маркер керек болады. Енді біз бұл аяқ киімді тоқығанда алдыңғы аяқ киімдегідей өкше жағынан бастамаймыз, яғни алдыңғы тұмсық жағынан бастаймыз. Ол үшін біз алдыңғы жағын аламыз да, ешқандай сан керек жоқ, жобалап осы бас жағынан 5-6 петлядан бастаймыз. Мінекей біз жібімізді аламыз. Және біз бұл кезде әр петлядан бір столбик без накида ғана алып отырамыз. Біз алдында екеуден алдық қой, ал бұл жолы жібіміз қалың болғандықтан біреуден аламыз. Бірінші бір жіп іліп аламыз. Воздушный петля аламыз біріншісі. Одан кейін келесі петлядан столбик без накида аламыз. Біздің крючокта 2 жіп болды. Енді осы екеуінен бірге өткіземіз. Келесі петлядан тағы біреу аламыз. Столбик без накида. Мінекей. 1, 2. Келесі петлядан тағы да бір столбик без накида аламыз. Мінекей. Осылай тартып бірдей қылып отырамыз. Енді біз арасына қосып тоқып келе жатқан жібіміздің басын кесіп тастаймыз. Одан кейін келесі петлядан тағы да бір столбик без накида. Яғни әр қайсысынан біреуден ғана алып, айналдырып тоқып келеміз. Бастаған жерімізге дейін. Мінекей. 2 жіптен тағы да бір өткіземіз. Біреу, 2 жіптен тағы да бір өткіземіз. Осылай болды. Осыны біз айналдыра бастаған жерімізге дейін тоқып алып келеміз. Айналдырып тоқып алып келдік. Енді бірінші қатарды жабамыз. Бірінші қатарды жабу үшін бастаған жерімізден басынан өткізіп жіпті аламыз да бірден жіптен өткіземіз. Осылай шығарып маркермен жауып қоя тұрамыз. Бұл жіпті қырқпаймыз, тиіспейміз. Енді біз екінші қатарымызды сары жіппен бастаймыз. Тұмсығын бастау үшін біз алдымен алдынан 10 көзді санап аламыз. Яғни біз тоқып шыққаннан 10 көз санап аламыз. Жобамен ортасынан бастасақ 1, 2, 3, 4, 5. Енді осы жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей, мына жерге дейін тоқып келеміз. Бұл жерді маркермен белгілеп қоямыз. Мына жерден бастаймыз. Сары жіппен. Бірінші сары жіпті алып, іліп аламыз. Бір воздушный петля. Мінекей. Воздушный петля іліп аламыз. Енді біз бұл жерде әр көзден 8 полустолбик тоқимыз. Яғни біз столбик с одним накидом емес, полустолбик тоқимыз. Оны сіздерге көрсетемін. Мінекей. Бірінші орап аламыз. Көзден өткіземіз, шығарамыз.
крючокта 3 жіп болды. Енді бізде бұл полустолбик болу үшін осы 3 жіптен бірден іліп шығарамыз. Мінекей, біздің бірінші полустолбигіміз. Енді келесі екінші көзден екінші полустолбик тоқимыз. Мінекей, екеу. Енді үшінші. Осылай 8 полустолбик тоқимыз. Мына жіпті арасына қосып тоқып кетеміз. Төртінші. Келесі. Мінекей, бесінші. Енді мына жіпті қырқып тастаймыз. Мінекей, бесеу. Алтау. Жетеу. Маркерді аламыз да, осы жерге 8-шісін тоқимыз. 8. Енді біз осы екінші қатарымызды жабамыз. Ол үшін мынау көзінен алып, бір столбик без накида тоқимыз. Осылай екінші қатарымыз жабылады. Біз бұл жерге маркер қойып белгілеп кетеміз. Осылай жауып болдық. Енді келесі көк түсімізбен біз узорымызды бастаймыз. Яғни гүлімізді алдыңғы бірінші көтеріп алдық. 8 полустолбикпен енді узорымызды бастаймыз. Мінекей, сары жіп бастаған жеріміздің жанындағы көзден аламыз. Көк жіпті аламыз. Воздушный петля алып аламыз біреу. Мінекей, бір воздушный петля аламыз. Бір воздушный петля алдық. Енді іліп аламыз да, мінекей, сары жіпті бастаған мына жерден біз узорымызды тоқып бастаймыз. Осы жерден полустолбик, мінекей, үшеу, осы үшеуіне бірге өткіземіз. Бір полустолбик, және тура сол алған жерімізден екінші полустолбик аламыз. Енді біз бұл әр гүлдің арасына мінекей бір воздушный петля тастаймыз. Және де келесі мынау жіптен мына көзден алдық. Енді бір көзін тастап, келесі екінші көзден аламыз енді гүлді. Біреу мына жерді тастаймыз да, мына екіншісінен аламыз. Бір полустолбигіміз, біріншісі. Келесі тура сол жерден екіншісін аламыз. Екінші. Енді бір воздушный петля. Одан кейін келесі тағы біреуін тастап, екіншісінен аламыз. Бірінші полустолбик. Екінші полустолбик. Тағы бір воздушный петля. Мына жерден біреуін тастап, келесінен аламыз. Бір полустолбик. Бір көзден екі полустолбиктен алып отырамыз. Және воздушный петля. Тағы да біреуін тастап, келесінен аламыз. Біз жапқан жеріміздің жанынан біреу, екеу. Енді мен сіздерге осы жерді қалай жабуды көрсетемін. Осы жерде келдік. Енді мына маркердегі жіпті былай іліп аламыз. Маркердегі жіпті
Сосын маркерді босатып аламыз. Міне, бізде крючокта 2 жіп. Енді мынау біздің бітірген алдында сары жіптен бітірген жанындағы көзге бір столбик без накида тоқимыз. Мінекей, біреу, және біз мына 2 жіптен бірден 3 жіптен бірге өткіземіз. Мінекей, біздің 3-ші қатарымыз, яғни узордан 1-ші қатарымыз бітті. Бұны маркермен белгілейміз. Келесі сары жібімізбен 4-ші қатарымызды тоқимыз. Мінекей, мынау көк бастаған жердің жанындағы көзден, мінекей, бұл елер жұп болған соң анық көрінбейді. Міне, осы жанындағы көзден бастаймыз. 2-ші узорымыздың 2-ші қатарын сары жіппен. Воздушный петля іліп аламыз. Мінекей, орап аламыз. Столбик, полустолбигімізді. Мінекей, 1, 2-ші полустолбик және воздушный петля кетеді бізде. Одан кейін әр узордың ортасынан тоқып кете береміз. Бізде мысалы 1-ші көктен узор бастаған кезде 5 узор шықты. Мінекей, 5 гүліміз шықты. Енді келесіде бізде 6 гүл шығады сарыдан тоққан кезімізде. Осылай үлкейе береді. Осы гүлдің арасынан полустолбик біреу, мінекей, 2. Воздушный петля, келесінен полустолбик біреу, мінекей, одан кейін 2. Воздушный петля, біреу, келесі 2 осы бір көзден 2 полустолбиктен алып отырамыз. Мінекей, воздушный петля, одан кейін тағы келесі көзден 1, мінекей, 2 воздушный петля, мінекей, мына жанынан соңғы 6-ші гүлімізді аламыз. Мінекей, біреу, орап аламыз, 2. Енді бізде бітіреміз, жабамыз. Мына жерін маркерде алып аламыз да, осы жерді іліп аламыз. Мінекей, бізде крючокта 2 жіп. Және енді біз мына көк алдық, соның жанындағы петляда, мінекей, мына көзінде біздің алдында қалдырып кеткен маркеріміз бар. Біз бұл маркерді де шығарып, мінекей, мынау көк жіпті ішке қарай жібереміз, арасына қосып. Мынау маркерден алған жіпті былай іліп аламыз. Міне, бізде сонда крючокта 3 жіп болды. Енді осы мына келесі көзге крючогымызды салып, сары жіпті іліп аламыз. Осы үшеуінен өткізіп, столбик без накида. Мінекей, 1, 2, үшеуінен өткіздік. Міне, сонда бізде алдыңғы тоқылған жапқан жеріміз көрінбей кетті. Енді біз бір ғана маркермен белгілеп отырамыз аяқ жағын. Мінекей, тұмсығы осылай басталып келе жатыр. Енді келесі бізде көк жіп. Көк жіпті сарыны бастаған, соның жанындағы көзден аламыз. Мінекей, көзден аламыз. Воздушный петля алып аламыз. Іліп тұрмыз. Бір воздушный петля көтеремізді. Енді біз гүлімізді тоқимыз жанына. Бұл біздің 1, 2, 3-ші қатарымыз гүлден. Узормен келе жатқан 3-ші қатарымыз. Воздушный петля, келесі көзден. Тағы 2 полустолбик, воздушный петля, келесі көзден. Тағы да 2 полустолбик,
Одан кейін воздушный петля, одан кейін қайтадан 2 полустолбик. Мінекей, воздушный петляны ұмытпаймыз. Өйткені біздің жібіміз қалың болғандықтан арасы тырысып қалады. Тұмсық жағы тар болып қалады. Воздушный петля. Келесі көзден. Бұл жолы бізде гүліміз 7 гүл болады. Яғни әр қатар сайын бізде гүліміз бір гүлге көбейіп отыратына кеңею үшін. Соңғы 7-ші гүлімізді тоқимыз. Сары жіптің біреу, екеу. Және маркердегі жіпті, маркерді алмай тұрып крючокқа іліп аламыз. Себебі мына қалың жіп болған соң арасында өтпей қалады. Міне, бізде крючокта 2 жіп, сары жіптің артына жіберіп, бітірген жеріміздің келесі көзінен столбик без накида тоқып бітіреміз. Крючокта 3 жіп, осы үшеуінен де өткізіп. Дәл осылай, мынандай гүлден енді тағы 3 тоқимыз. Сонда 6 қатар болады. Гүлден 6 қатар тоқимыз. Мінекей, мен 6 қатар тоқыдым узордан. Міне, көктен бастап бізде узор 1, 2, 3, 4, 5, 6. Біз 6 қатарды әрқайсысын бастаған жердің жанынан алып отырдық. Енді біз керекті биіктікке жеттік. Енді біз мына сары 6-ші қатардан кейін 7-ші қатардың бір көзін тастап, екіншісінен алып отырамыз. Яғни біз мына уақытқа дейін жанындағы көзден алып отырсақ, осы 6-шысынан кейін 7-ші қатардың бір көзін тастаймыз. Анық көрін. Одан кейінгі екінші көзден бастап отырамыз. Көк жіпті алып, біреуін тастап, екіншісінен бастаймыз. Мынаны бірдей қылып алып отырамыз. Тарда қылып, боста қылмаймыз. Себебі бір воздушный петля, алшақтау болды арасы, біреуін тастадық. Тура алдындағыдай енді узорымызды тоқып жалғастырып кете береміз. Воздушный петляны ұмытпаймыз арасындағы. Әр көзден 2 полустолбиктан тоқып отырамыз. Воздушный петля. Тағы да 2. Келесінен 2. Воздушный петля. Біреу. 2. Воздушный петля. Келесіден тағы 2. Полустолбик. Воздушный петля. Одан кейін қайтадан 2. Воздушный петля. Келесі көзінен 2 полустолбик. Келесі көзден тағы да 2 полустолбик. Біреу, 2. Воздушный петля. Келесі мына жерден соңғы гүлімізді
бір, келесі екі. Маркердегі жібімізді іліп аламыз бірінші крючокқа. Содан кейін маркерді шығарамыз. Енді аяқталуы бұл жерде мына соңғы бітірген сары жіптен кейінгі бір көз тастап, екінші көзге бітіреміз. Мінекей бір, екіншіге столбик без накида тоқимыз. Осылай көзінен өткізіп. Міне, біз былай алған кезде екеуі бірдей жүру керек. Жіппен өлшеп көргенде түзу болу керек. Қисық болып қалмау керек. Маркермен белгілеп, келесі 8-ші қатарымыз сары жіппен. 8-ші қатарда да көктен кейінгі біреуін тастаймыз, міне. Біреуін келесі екіншісінен бастаймыз. Іліп аламыз. Мына жағын кеңдеп етіп, міне бірдей қыламыз ішкі жібін және бір воздушный петля ілеміз. Енді узорымызды жанынан тоқып бастаймыз. Бұл біздің 8-ші қатарымыз узормен. 2 полустолбик, одан кейін воздушный петля. Тағы да келесіден 2 полустолбик. Одан кейін воздушный петляны ұмытпаймыз. Келесіне жерден тағы да. Міне біз бір көз тастап, екіншісін алғаннан кейін, мынау уже бізде қиғаш болып білініп келе жатыр. Осылай. Воздушный петля. Арасына. Воздушный петляны ұмытпаймыз. Келесі. Дәл солай 8, одан кейін 9-шысында біреу тастап, екіншісінен аламыз. Осылай екі қатар тоқимыз. Мінекей екі қатар тоқыдым. Және сонда біздің басынан бастап санағанда узорымыз 10 қатар болды. Мінекей осылай шықты. Міне 10-шы қатарды бітірдім. Енді соңғы мына шешетін жиегін тоқуды көрсетемін. Біз соңғы 10-шы қатарды біттік. Мінекей маркермен белгілеп қойдым ол жерді. Біз бұған тиіспейміз. Мінекей мына жерден сары жіпті қырқып тастаймыз. Енді біз көк жіппен аяқтаймыз. Міне мынау сары жіп біткен жерден жанынан аламыз. Міне мына жанынан аламыз. Байқап отқаныңыздарыңыздай біз мына жақтан емес, мына басынан былай теріс қарай тоқып бітіреміз. Алдық. Бір воздушный петля аламыз.
сары жіпті осымен қосып тоқып кетеміз. Енді міне осы жерде алдық. Енді көзден теріс қарай алып, бір столбик без накида тоқимыз. Әр көзіне созамыз. Одан өткіземіз. Енді келесі көзінен теріс қарай алып отырып, осылай созып аламыз және тоқимыз. Біз маркерге келдік, маркердің жанына. Енді маркердегі жіпті біз іліп аламыз. Крючокқа маркерді шығарып тастаймыз. Маркердегі жіп осылай кеңейтіп алып, көк жіп келеміз. Көк жіптен сары жіпіні крючокқа екі жіпті де іліп алдық. Енді келесі көзінен столбик без накида тоқимыз. Сонда біз крючоктан 3 жіп өткіздік сарында. Сонда ол жабылып кетеді. Енді сары жіпті астына осылай тоқып кетеміз. Келесі көзінен аламыз, столбик без накида созамыз, тағы да өткіземіз. Екеуіне. Әр көздерден, әр көзінен бір столбик без накида артынан алға қарай тоқимыз. Көк түспен сары жіпті астына тоқып кетеміз. Осылай тоқып шығамыз. Бізде біраз 10 шақты рет тоқып болғаннан соң ғана біздің узорымыз анықталып көрініп келе жатыр. Осылай тоқимыз. Әр көзден аламыз. Екі ортасынан емес, соң жоғары жағындағы әр көзінен аламыз. Сары жіпті қиып тастаймыз. Келесі көзден столбик без накида. Жіпті іліп алғанда созыңқырап аламыз. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Столбик без накида. Бірақ біз теріс қарай тоқып отырмыз. Әр көзден ешқандай көзін тастамай алып отырамыз. Осындай әдемі болып жабылып жатыр біздің қатарымыз. Келесіден тағы келесі.
Енді осылай келесінен өткіземіз соңғы жағындағы. Енді былай көреміз, бірдей болып бізде бітуі керек. Біттік. Осылай жіпті қырқып аламыз. Енді біз осы қалың жіпті бір-бірінен арлы-бері өткізіп жасырамыз. Бұл қалың велюр жіп болған соң білінбейді де, көрінбейді және шығып кетпейді. Арлы-берлі өткізіп жасырамыз. Барынша 4 рет, 5 рет алып өткізгеніміз дұрыс болады. Енді келесінен өткізіп. Енді көк жіпті қырқып тастаймыз. Болды, біздің велюр жіптен тоқылған аяқ киіміміз дайын. Осылай шықты. Өте қалың, жылы және созылып кетпейді.